Ей, досым, не болды, шыға алмайатсың ба, досым? Оппа, сені шығаруға көмектесіп жіберейін. Так, қалай шықсаң болады саған? Так, қалай көмектессем болады, жерді сындырып берейін ба? Так, жарайды, жерді сындырып. Ой, молодец, досым. Ассалаумағалейкум, достар, сендермен мен Строг. Және бүгінгі бөлімде біз пілдің өмірін жалғастыратын боламыз. Жалғастырмаймыз. Пілдің өмірін бастаймыз, достар. Ойлаңыздар. Оқты, не деген керемет табиғат деңіздер. Оқты, менің достарым, жүргім мынаяқта дейтін. Так, кішкене тамағымызды оп деп жеп аламыз. Так, бүгін пілдің өмірін жалғастыратын боламыз. Алдыңғы серия сіздерге өте қатты ұнапты. Сондықтан достар, бүгінгі бөлімге де лайктарыңызды аямай басыңыздаршы, өтініш. Сол кезде мен достар келесі сериалын шығаратын боламын. Және келесі бөлімде мен яғни кімнің, ненің өмірін түсірейін. Соны комментарияға дәл остырғанда видеоны тоқтатып жазып кетіңіз де, ары қарай видеоны қарай берсеңіздер болады. Бүгінгі бөлімде мен пілдің өмірін түсіретін болғам. Мен кәдімгі үлкенмін ғой. Нақта достар, ойбой, бала, күтті бала шықты. Бірақ піл дейтін достар, бұл біздің жануарларға, ешқандай жануарларға тиіспейді. Өзіміздің достарымызға барып қайтайық. Бүгінгі бөлімде мен не істеймін? Бүгінгі бөлімде біз дейтін қазір өзіміздің бір-біріміздің достарымызды құтқаратын боламыз. Құтқарамыз дегенде көмектесеміз. Балдарың қалай? Достарың қалайсыңдар? Так, осы кеше ғана бір бала туып еді, осы. Панда жүр ғой не жерде? Панда емес, бұл біздің достарымыз. Біз бұларға тиіспейміз және де. Так, бұл да біздің досымыз. Так, ана жақта достар қараңыздар. Жолбарыстар жүр. Бала. Сенен бала туған осы екен ғой, саған. Не деген керемет сезім, пілдердің де балдары бар. Нағыра құп-құптай өзі. Менің өзім ойбай дәумін ғой, қалай түк түсінсем бермасын. Так, жарайды. Ей, брат, не болды? Қойш, тиісіп атыр ма не? Так, на жерде ыссы. Ей, сендер. Ей, неғып тиісесіңдер, ей, неғып тиісесің, ей. Мен саған өлтірем. Біздің достарымызға тиісуші болмаңдар. Так, қазір жолбарыс, мен сені аямаймын. Так, кім бірінші өлтіреткен, давай. Пілге әлің келмейді сенің, брат. Сондықтан, уайымдамай-ақ қой дейін десем, ойбай. Мені қуалап баратыр. Маған тиіспе. Не деген күшті жолбарыс. Мен жолбарыстарға әлім келмейді екен, оны түсіндім. Так, жарайды, тамағымызды жеп алайықшы. Так, жарайды, бұларды бірдеңе қылып құрту керек. Ей, досым, не істейміз, ей? Бұл жолбарыстар, біздің балаларымызды жеп қояды. Так, не істесем болады, достар? Комментарияға жазып кетіңіздерші, дәл осырғанда не істесем болады? Так, ойлану керек маған. Так, жолбарыстар Так, бұларда бәле екен жүрген, Ей, не істеп атсың? Кет, бұл да біздің тілімізді түсінбейді ғой. Жарайды. Так, балығымызды жеп алайық. Так, кішкене қыпы жанымызды толтырып алайық, сосын көре жатармыз. Алдыңғы бөлім арыстанның өмірі сіздерге қатты ұнапты деп айта аламын. Сіздерге ұнаса, ары қарай мен жалғастыруға әрине дайынмын. Өте керемет, маңыраңыздар. Саған неге табиғат дейтін өте керемет болып тұр. Жарайды, мен жолбарыстарға бүгін тиіспей-ақ қояйын. Бүгін біздің қызметіміз, яғни достар, қызметіміз. Мен өзім бүгін не істейдімді өзім білмеймін бар ғой. Так, мүйіз тұмсық. Мүйіз тұмсықтың өмірін жалғастырайын ба? Онда комментарияға жазып кетіңіздер. Так, пілдің өмірін былайынша қызық қылып түсіруге тырысатын болам. Досым, қалайсың, деп ұржып. Ой! Брат, тиіскенім үшін аш! Ай, брат, бол. Ой. Братан мені өлтіріп тастады. Бұл қалай болғаны? Түк түсінсем бермасын. Так, жарайды. Мен дейтін пілдермен дейтін кәдімгідей. Жарайды. Жарайды, қазір онда. На екеу шыға алмай атыр ма? Или қалай шомылып жүрсіңдер ма? Жарайды. Мен қазірше бір суық қару алам да. Арыстандар жүр. Жылан! Жылан емес.
Қандай жануар, Мәссаған, не деген? Так, өзімнің үйірімді тауып алайын мен. Қазір мен так қасқырларға, жолбарыстарға жемтік болуы мүмкін. Так, жарайды. Тез өзімнің үйірімді тауып алайын. Қайдасыңдар менің үйірім? Ишак жаңағы піл мені өлтіріп тастаған іс. Мал екен ғой таза жүрген. Так, қазір өзімнің үйірімді тауып алам. Так, қайда екен менің үйірім? Үйірім қайдасың? Ей үйірім. Так, шөлдеп кеттім ғой. Кішкене су ішіп алайын мына жерден. Оқты, мына жерде күшті ағыс бар екен. Ай, құлап кетпе. Так, оқты, су мөлдіреп тұр екен да. Ішіне керемет сезім. Өте керемет сезім. Жарайды, кеттік, үйірімізді ары қарай іздей береміз. Білмеймін, ол мені қалай өлтіріп тастаған бар ғой. Пілдір дейтін негізі, мен дейтін енді пілдің өмірін сүріп атқаннан кейін, пілдір дейтін кәдімгідей не екен ғой, мықты екен ғой. Қалай өлтіріп тастады деп жүрсе, арыстанды қараңдар. Саған арыстанды жүр ғой. Так, мені өлтіріп тастап жүрмесін. Так, қазір піл өзіміздің үйіріміз қайда кетті менің? Так, тез үйірімді тауып алайын. Одан кейін өзіміздің... Уқти! Жылан жүр, прикинь, достар, Жыланның өмірін сүргенді қалайсыздар ма? Давайте лайк басып, комментарияға жазып кетіңдер, жыланның өмірін сүр десеңіздер. Үйірімді таптым. Так, кеттік. Тез. Брат, қайсы жаңа мені өлтіріп тастаған? Братанға айтып беремін. Жіктер! Так, бұлар бірақ сөйлемейді, мен бірақ бұлардың тілдерін түсінемін десең, Так, сен емес па жаңа, мен өлтіріп тастағанда? Ишек, не өлтіріп тастайсың мені? Так, жарайды. Пілдер дейтін өте керемет екен, Пілдің өмірінде жүрген өте қызық екен. Бірақ мен пілдермен қазір... бала, қалайсың, Пілдермен мен достар қазір төбелесетін болсам, мен точно білем, мен жеңіліп қалам, яғни өліп қалам мен, по-любому. Сондықтан мен пілдерге әзірше тиіспеймін. Кімдерге тиіссем болады екен? Тоқтай, оқтай, қара. Мынаның баласы бар ма не? Мәссаған, брат, не істеп жүрсің? Мәссаған, не деген керемет, Оқтай, уже кеш батып бара жатыр, мәссаған. Бүгінгі пілдің өмірі өте қызықты өтті деп айта аламын сіздерге. Мінеуірлерін, мінеуірді бір қашып кетемін. Жоқ, ұрған жоқпын. Қаш. Қуалап келатыр. Кетті. Мәссаған, өте қызық болып бар ғой. Брат. Сендер тиіспейсіңдер ма негізі? Пілдерден қорқасыңдар ма? Бірақ мені өлтіріп тастайды. Брат, не істеп жатсың сен? Қалай? Лаваға түсіп кете жаздадым, достар. Мама. Не істеп тұрын ау? Не сұраптысың? Мәссаған, қызық екен, Өте қызық, достар. Өте қызық. Келесі бөлімде өте қызық болайын деп тұр. Тағы қандай жануардың өмірін сүрейін? Комментарияға жазып кетіңіздер. Өте қызық жануардың өмірін сүремін дейтін кәдімгідей зоопарк болайын деп тұр ғой, зоопарк. Бүгінгі осындай күніміз осындай керемет болып өтті. Сіздермен болған мен Стронг. Достар, пілдің өмірі ұнат деген ойда, менде пілдер өте қызық десем де, ондай қатты өмірлері қызық емес олардың негізі. Бірақ сонда да пілдің өзінің қалай жүретінін, қалай қызық, қалай өмір сүретінін көрсеттім деп те айта аламын Майнкрафттан. Тағы да қандай видеолар түсірейін, онда комментария жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Стронг. Пілдің өмірі ұнаса лайк басып қанағыр жазу және комментарияларды ұмытпаңдар. Ал енді мен ұйықтайын, өзімнің үйіріммен досым кеттік. Балаңмен бірге біз ұйықтай қал. Өте қызық болды деп ойлаймын, Келесі кездескенше достар. Сау бол.